Саламатсыздар. Здравствуйте. Сөйлет ТВ бағдарламасында бізбен бірге қазақ тілін үйренемін деген барша жандарға қош келдіңіздер деймін. Ана тіліміз арқылы ғана біз халқымызды, отанымызды танып білеміз. Халық рухының сарқылмас бастауы да сонда жатыр, деп педагог Ушинский айтқандай, тіліміз еліміздің тірегі мен жүрегі. Только через наш язык мы узнаем свой народ, свою родину, и именно здесь начинает течь дух народа. Итак, давайте вспомним определение барыс септігі. Дательный падеж обозначает направленность действия к определенному месту, предмету, лицу, то есть пространственному пределу или конечной цели. Например, үй – дом, үйге – домой, бөлме – комната, бөлмеге – в комнату, ас үй – кухня, ас үйге – на кухню, қала – город, қалаға – в город, дүкен – магазин, дүкенге – в магазин, мектеп – школа, мектепке – в школу, университет – университет, университетке – в университет, балабақша – детский сад, балабақшаға – в детский сад, әуежай – аэропорт, әуежайға – в аэропорт, саябақ – парк, саябаққа – в парк, алаң – площадь, алаңға – на площадь, мұражай – музей, мұражайға – в музей, мекеме – учреждение, мекемеге – в учреждение, басқарма – управление, басқармаға – в управление. Дательный падеж образуется путем прибавления окончаний қа, ке, ға, ге, на, не, а, е. Өзім туралы, про себя. Сәлеметсіздер ме? Таныс болайық. Менің атым Олжас. Менің жасым 30-да. Мен мұражай қызметкерімін. Жұмысым маған өте ұнайды. Көп адамдармен танысамын. Мен бір қызбен таныстым. Оның аты Дана. Жасы 27-де. Ол орта бойлы, қарапайым, білімді қыз. Болу, быть. Таныс болайық, будем знакомы. Менің атым, меня зовут. Жасым 30-да, мне 30 лет. Мұражай, музей. Мұражай қызметкері, сотрудник музея. Менің жұмысым, моя работа. Маған өте ұнайды. Мне очень нравится. Көп адамдар, много людей. Көп адамдармен танысу. Знакомиться с многими людьми. Орта бойлы, среднего роста. Қарапайым, простая. Білімді, образованная. Мектепте жұмыс істейді, работает в школе. Сенбі күні в субботу. Театрға шақырдым, пригласил в театр. Соң, после, үйіне дейін, до дома. Шығарып салдым, я проводил, провожал. Айтты, сказал, сказала. Үйіме кеттім, пошел домой. Тыңдаңыз, қайталаңыз, есте сақтаңыз. Қайда бара жатырсыз? Куда вы идете? Мен дүкенге бара жатырмын. Я иду в магазин. Сен қайда барасың? Ты куда идешь? Мен мектепке барамын. Я пойду в школу. Ал сен қайда бара жатырсың? А ты куда пойдешь? Мен банкке барамын. Я пойду в банк. Қай аялдамадан түсесің? На какой остановке выходишь? Қайда түсемін? Где мне выйти? Келесі аялдамада түсесіз. Вы выходите на следующей остановке. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. До свидания.